أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. Biz осы bir iman жайында және амал жайында бір кішігірім айтып өтуді дұрыс көріп отырмыз. Аллахқа байланысты, иманға байланысты үш түрлі иманды айтып өтуге болады. Бірінші, Аллахтың барлығына иман келтіру, одан кейін Аллахтың бірлігіне иман келтіру, және де үшінші, Аллах Тағаланың оның кітабында және пайғамбардың сүннетінде келген есім сүннеттеріне иман келтіру деп Аллахқа иман келтіруді үшке бөліп қарайды. Енді бұл жердегі Аллахтың барлығына иман келтіру дегеніміз, оның осы әлемді жаратқандығына сену, және сол әлемді басқарып тұрғандығына сену, сол әлемде өмір сүріп жатқан өзін жаратқан жаратылыстарының өлтіретінінде Аллах Тағала, тірілтетінінде Аллах Тағала олардың рызық берушісі Аллах Тағала екеніне сену, оның осы сипаттарына сенуді Аллахтың барлығына сену дейміз. Яғни бұл әлемнің жаратушысы Аллах Тағала, осы әлемді игеруші Аллах Тағала, осы әлемді басқарушы Аллах Тағала деген сенімдерді бұл Аллахтың барлығына иман келтіру деп атаймыз. Енді екінші иман келтірудің екінші түрі Аллахтың бірлігіне деп атаймыз. Бұндағы иман келтіру бүкіл құлшылық ғибадатқа, яғни Аллах Тағаланың өзі ғана лайықты екендігіне сену, соған нақты білу жүрекпенен. Бұл Аллахтың бірлігіне иман келтіруге жатады. Яғни қандай бір кез келген құлшылықтың түрі болсын, сөзбен істелінетін, іспен істелінетін, оны Аллахтан өзге нәрсеге арнауға болмайды. Үшінші, Аллах Тағаланың есім сипаттарына иман келтіру дейміз. Яғни осы Құранда және пайғамбарымыз сүннетінде Аллахтың есімдері, өзіне тән және сипаттары айтылып кеткен. Яғни Аллах Тағала көруші, білуші, бүкіл нәрседен хабардар, рызық беруші деген сияқты есімдері, және жаратушы деген сияқты бірнеше сипаттары бар. Осы сипаттарына біз мұсылман баласы сенуге тиіспіз. Енді осы жерде айта кетейін дегеніміз, Аллахтың барлығына иман келтіру мәселесінде мұсылман да, мұсылман емес те қатар бола береді. Бірақтан Аллахтың барлығына иман келтіру ол адам баласын әлі де жәннатқа кіретіндігіне толық дәлел бола алмайды. Аллахтың тек қана барлығына сеніп қою менен адам толық мұсылман бола алмайды. Өйткені соның қатарында мұсылман кісі мұсылманшылықты толық түсіну үшін Аллахтың бірлігіне де иман келтіру керек. Аллахтың барлығына иман келтіру жеткілікті, сонымен адам баласы жәннатқа кіреді дейтін нанымда болатын болсақ, онда бұл наным өзіміздің Аллахтың бізге жіберген кітабы Құранның қағидаларына қайшы келіп қалғандық болады. Өйткені сол Құранның ішінде айтылып өткен Иблис, жаңағы шайтан, болмаса Ферғаун, болмаса аты аталып кеткен пайғамбарымыз кезінде өмір сүрген Абу Лахаб сияқты, және көптеген сол сияқты кәфір қауымдардың бұл Аллахтың барлығына иман келтіргендіктер айтылады. Тіпті Құранда Иблистің «Инни ахафу роббал аламин», мен әлемнің Раббысы Алладан қорқамын деген сөздері де келтірілген. Бұдан қарап тұратын болсақ, бұлар Аллахтың барлығына сенген. Иблис еш уақытта Құдайды жоқ деген жоқ. Бұлар білді Аллахтың бар екен, оның жаратушы екен, бірақ сөйте тұра бұлар Аллахтың жәннатына кіре алмайтындығы және айтылған. Ферғаунның да,
қазіргі кезде қабір азабын көріп жатып, ертең қияметте адхилу ала фирауна ашаддал азаб деп Құранда айтылғандай, ертең Фирғауынның сол өзін және оған ергендерді бұдан да қатты азапқа салыңдар, дозаққа түсіріңдер деген аяттың барлығы айтылған. Енді олар Аллахтың барына сенген болатын болса, бірақ олар жәннатқа кіре алмады. Не себепті? Олар сол бар деп сенген Аллах тағаланың айтқандарын орындаудан бас тартқандықтары үшін. Аллахтың істе деген нәрсесін істемей, тыйыл деген нәрсесінен тыйылмағандықтары үшін. Аллахтың әмірінен бас тартқандықтары болған. Бұл Аллахты сенгеннен кейін, Аллахтың айтқанын істеп, бұйырғанын орындап, тыйылғаннан тыйылуды амал деп атаймыз. Сондықтан иманмен қатар осы амал толыққан кезде ғана иман дұрыс дәрежеге көтерілген болып есептелінеді. Сондықтан осы біздің қоғамда бір нәрсені ескере кетуіміз керек. Қазіргі қоғамда көпшілік қауымның ұғымы бойынша мұсылман кім, кәпір кім деген сұраққа халық қысқаша жауап беру мүмкін. Кәпір дегеніміз Құдайға сенбейді. Ал мұсылман дегеніміз Құдайдың барына сенеді деген ғана сөзбен жауап беру мүмкін. Осыған сүйене отырып, көпшілігіміз Аллахтың барлығына сенімім бар деген нанымменен жүрегімізді таза деп есептейміз. Аллахтың барлығына сенуім жетеді деген ойменен біз Аллах Тағаланың құлшылықтарын, намаздарын, оразаларын кейінге қалдырамыз, тіпті мүлдем атқармайды, өмірден өтіп кетіп жатқан жағдайларымыз кездесіп жатады. Бірақтан Аллахтың барлығына сенгеннен кейін Аллахтың құлшылықтарын атқармаудың өзі ол біздердің ақыретте жақсылыққа жетеміз деген ойымызды толықтастыра алмайды. Сонда Аллахтың барын білгеннен кейін оның бұйрықтарын атқаруымыз керек. Бұндай қатес сенімнің орындауы ғажапта емес, таңғалатын нәрсе де емес. Өйткені сол өзінің 70 жылға жуық өзінің үкімін жүрген кеңес өкіметінде атеизм дейміз, былай құдайсыздық, материализм сияқты жаңағы әлемді Құдай жаратқан жоқ, өздігінен материядан пайда болып деген нанымдардың пайда болуы, яки болмаса дарвинизм сияқты атаң горилла, шешең шимпанзе деген нанымдардың пайда болуының салдарынан адам балалары ол кезде Құдайдың бірлігі емес, барлығында ұмыта бастаған еді. Осы сияқты оқиға ілгергі пайғамбарларында қауымдарының басынан өткен. Мысалға Мұса пайғамбар өзінің қауымына Аллах Тағалаға иман келтіруді үйретеді. Оны Фирғауынның зұлымдығынан құтқарады, оларға құлшылықты үйретеді. Кейіннен кейін сол Мұса пайғамбарға Аллах Тағала Таурат дейтін кітапты жіберетін болады. Осы кітапты халқына әкелу мақсатында Мұса пайғамбар Раббысыменен 40 күнге болады осы Таурат кітабын алуда. Және де осы 40 күн халықтың арасынан ұзап кеткен кезінде Мұса пайғамбар осы 40 күннің ішінде араларында дұрыс дінді үйрететін пайғамбар болмағандықтан халық қате нанымға ұрынып, Құдайдан бөлек бұзауға табына бастайды. Яғни 40 күннің ішінде адамдар білім болмағандықтан бұзауға табыну, осында үлкен күнәсі, ширк күнәсі көрініс берген болатын болса, онда 40 күн емес, 70 жылдың ішінде әлбетте халық көптеген дін осы қағидаларынан алыстап қалуы ғажап емес. Сондықтан олар Құран жайында да, олар осы пайғамбарымыз хадисі жайында да көптеген дұрыс емес пікірлерге түсіп кетуі әбден ықтимал. Сондықтан осы нәрселердің салдарынан адам балалары жаңағы жоғарыда айтқан сұрағымыздай, егер адам баласына біз сұрақ қойсақ, мұсылман кім десең, ол Құдайдың барлығына сенеді деп есептейді. Кәпір деген кімсен, Құдайдың жоқ деген адам кәпір деп ойлайды. Бірақ мұсылманшылық Құдайды бар деуменен әлі толық орындамайтын және айта кетеміз. Мұсылман сөзінің аудармасы Аллахқа мойын ұсыну деген сөз. Аллах Тағала не айтса соған мен мойынсынып құлағымды салдым деген сөз болады. Егер біз Аллахтың бар деп тани тұрып, бірақ Раббымыз Аллахқа мойынсынбасақ, оның бізге бұйырған құлшылықтарын атқармасақ, оның тыйған нәрсесіне тыйылмасақ, мысалға айтайық, құлшылықтары бұйырған құлшылықтары намаз сияқты, ораза сияқты, зекет сияқты ірі құлшылықтар, сол сияқты әке шешені сыйлау, көршімен дұрыс қарым-қатынаста болу, әйеліңді Аллах намында аманат ретінде сезіну, оған қиянат қылмау, балаңа жақсылықты, екіне де бақытты болатын ізгі нәрселерді үйрету деген нәрселер бұл Аллахтың бізге бұйрықтары. Ал енді тыйымдарына келетін болсақ, Аллах Тағала бізге өтірік айтудан,